Қалай христиан болуға болады? Бүгін мәсіхші болыңыз. Діни алдау кең етек жайды, және Джозеф Принц, Чарльз Стейней, God Questions және Рим папасынан басқа ұлы рухани көшбасшылар ретінде жоғарылаған, бірақ қауіпті және жалған рахым хабары бар, жалған мұғалімдер көп. Алдаудың негізгі мысалы бір рет сақталған, әрқашан сақталған, немесе мәңгілік қауіпсіздік туралы ілім. Бұл жалған ғана емес, ол жындар туралы ілім және басқа ізгі хабар. Бұл теріс жолдан тайған адам құтқарылу үшін күнәсына өкінуі керек дегенді білдіреді. Ол енді мәңгілік өмірге ие емес. Оның болашақ күнәлары жасалғанға дейін автоматты түрде кешірілмеді. Әділ адам ретінде зұлымдыққа бет бұрған кезде ол рухани өлімге ұшырады. Езекиил 33:18. Ешқашан жойылмайды, және Жохан 10:28 бір рет сақталған, әрқашан сақталған жауап дұрыс емес қолданылады. Артынан тайған адам өкіну арқылы өлген және жоғалған рухани күйінен қайта тірілуі керек. Луқа 15:24. Бірақ егер ол әлі де христианмын деп алданып қалса, бұл болмайды. Адасқан адам құтқарылу үшін зұлымдықтан тәубеге келудің мағынасын беру керек. Діннен ауытқулар мен діннен шығулар орын алуы мүмкін. Сондықтан біз мәсіхшілер өзімізді қорғап, рухани қорғауымыз керек. Ешкім біздің тәжімізді тартып алмас үшін қолымызда барды ұстауымыз керек. Аян 3:11. Біз өзімізді таза ұстауымыз керек. Тимотейге 1 хат 5:22 және киелі кітапта айтылған әр түрлі рухани қауіпсіздік шараларын, соның ішінде кешірімсіздіктен сақтануды сақтауымыз керек. Біз қараңғылық күштерімен қызу шайқастамыз. 10 қыз туралы астарлы әңгіме соңғы ұрпақтың шамы жанып тұрғандардың 50 Иса қайтып келгенде бұдан бұлай танымайтынын көрсетеді. Матай 25. Құтқарылу үшін біз соңына дейін шыдауымыз керек. Матай 10:22. Еврейлерге 3:14. Аян 2. Біз мәңгілік үшін күресіп жатырмыз, және одан кем емес. Көптеген адамдар көрдің арғы жағындағы мәңгілік жазаға барады. Матай 25:46. Аян 20. Мәңгілік құтқарылу мәңгілік қауіпсіздікпен бірдей емес, бірақ шын мәнінде иеміз Иса Мәсіхке мойынсынумен байланысты. Біз киелі кітапты соңғы билік және Құдайдың сөзі ретінде қарастыруымыз керек. Бұл екі шындықтың екеуі де христиандық нанымдардың негізі болып табылады. Бізге бұйырылғандай бәрін және рухтарды сынау үшін тек жазбалар қажет. Бір ғана киелі кітап Иса Мәсіх деген кім, құтқарушы рахым деген не, тәнді айқышқа шегелеунені білдіреді, әлеуметтік ізгі хабарды қалай анықтауға болады, және нақты жауап бере алады. Егер сен қазір нағыз мәсіхші болсаңыз, Иса Мәсіхке бару арқылы жаныңызға тыныштық таптыңыз, Мәсіхтегі жаңа жаратылыс ретінде өміріңізде түбегейлі өзгерістер болды. Коринтықтарға 2 хат 5:17. Күнәға тәуелділіктен құтылдыңыз. Және қазір әлі де еркін және Құдай мен әділдіктің құлы. Егер ол қазір сен болмасаң, киелі кітапқа сәйкес сен нағыз мәсіхші емессің, бірақ сен бұрын болған шығарсың. Бүгін күнәларыңызға тәубе етіңіз, күнәларыңызды және ғашықтарыңызды тастаңыз. Темекі шегуді, порно көруді, ішімдік ішуді, есірткі қабылдауды қойып, қасиетті өмір сүріңіз.